Кешірік, құрметті ата-аналар, балалар. Бүгінгі күні мен сіздермен тағы бір ары қарай бір ертегі оқып, өзіміздің ойымызды жалғастырмақшымын. Ертегі мен ең басында айтқан болатын, бұл халық ауыз әдебиеті деп. Халық ауыз әдебиеті дегенде қайта айтып қажет жоқ, ауыздан ауызға таралған ертегілер. Бұл ертегілердің авторлары жоқ, жазған кісі жоқ. Тек қана мінекей бүгінгі күні мен оқып отырмын. Оны ары қарай біреу тыңдайды, біреуге айтады, біреуге айтады, ары қарай солай жалғаса береді. Бұл жылдан жылға, ғасырдан ғасырға, мыңжылдыққа дейін жалғаса беретін әңгімелер. Бірақ бұлардың бір жақсы жері тәрбиелік мәні өте зор. Сондықтан қазіргі кезде біздің жастарымызға, балаларға тәрбие беріп жатырмыз. Кезінде бір жері сол тәрбиенің ақсауы мүмкін. Осы ертегілерден үлгі алуға болады. Мен көп сөз айтпай-ақ қойып, ертегімді жалғастырайын, оқуымды. Сіздер менің ертегімді тыңдап болғаннан кейін сіздерге қалай ұнады ма, бармақтарыңыз жоғары көтересіздер ме, төмен қоясыздар ма, ол сіздердің өз еріктеріңізде. Бірақ мен сіздерден бір сұрайтыным, осыны балаларыңызға тыңдатып, не болма өздеріңіз тыңдап алып, балаларыңызға айтып, балаларыңызды айтқызып үйретіңіздер. Біздің де балалар ұрпақтан, бізден алған өнегелерін ұрпақтан ұрпаққа жалғастыратын адамдар осы біздің балаларымыз, біздің ұрпақтарымыз. Ал енді бүгінгі күні мен сіздерге Алтын Сақа ертегісін оқып бергім келеді. Өткен заманда бір бай болыпты. Ол бір перзентке зар болыпты, зарға жүріп перзентті болыпты. Бай бір күні жылқысын суара көлге келсе, көлдің ішінде бір қып-қызыл өкпе жүзіп жүр екен. Байдың айдап келген жылқылары көлдегі жүзіп жүрген өкпеден үркіп суға жуылмайды. Әлгі жерде бай жылқыларын қанша айдаса да суға беттете алмайды. Сол кезде бай тұрып судағы жүзіп жүрген өкпені құрықпен түртіп көреді. Өкпе суға батып кетіп, әлден уақыттан соң жалмауыз кемпір болып судан шығады да байдың жағасынан ала кетеді. Бай көз әлі қандай болып қорқып кетеді. Бай жалмауыз кемпірге: ат басындай алтын берейін, қоя бер дейді. Жалмауыз кемпір жібермей: осы жылқыларының бәрін берейін, қоя бер дейді. Кемпір көнбейді. Кемпірден сасып: ен не берейін дейді бай. Кемпір айтады: жалғыз балаңды бер, жіберейін дейді. Бай жалғыз баласын бермек болады. Кемпір байды қоя берді. Кемпір байға: балаңды қай жерде бересің дейді. Сонда бай: ертең көшемін, сонда баламның алтын сақасын жұртқа тастап кетейін. Сен жұртта сол сақаның жанында отырасың дейді. Сонымен бай жалмауыз кемпірге уәдесін беріп, жылқыларын айдап кетіп қалады. Ертеңінде көшет жалғыз баласының алтын сақасын ұмыттырып, жұртқа тастап кетеді. Ауыл жаңа қонысқа көшіп барады. Ас ойнайын десе, сақасы жоқ бала алтын сақасын жоқтап жылайды. Сонда әкесі: кеше көшіп жүргенде жұртта қалыпты, барып алып келе ғой дейді. Бала бармақшы болады да әкесінен: әке, қандай тайға мініп барайын дейді. Жылқышыдан сұрап мін дейді бай. Жылқышы балаға: құрығыңды құлдыратып, жүгеніңді сылдырлатып, жылқыға бар, қай тай бетіңе қараса, соны мін дейді. Бала құрығын құлдыратып, жүгенін сылдыратып, жылқыға келсе, шеттегі бір қотыртай балаға қарай қалады. Бала сол қотыртайды ұстайды да жүгендейді. Жүгендегенде тайдың қотыры жазылады. Үстіне тоқым салғанда құнан болады. Үстіне ер салғанда дөнен болады. Айылын тартқанда 5 ат болады. Бала үстіне қарғып мінгенде тұлпар болып көзді ашып жұмғанша жұртқа жетіп келеді. Жұртқа келсе, алтын сақасы ошақ басында тезек түбінде жатыр екен. Сақа жанында бір кемпір отыр екен. Бала кемпірге: шеше, анау жатқан сақамды алып берші дейді. Сонда кемпір: шырағым, өзің түсіп ал, кәріліктен отырсам тұра алмаймын, тұрсам отыра алмаймын дейді. Сонда бала: мен жастықтан түссем міне алмаймын, мінсем түсе алмаймын дейді. Сонда баланың тайы сақаның жанына жата қалады. Бала зөңгіден аяғын суырмай сақаны іліп алады.
тай тұра қашады. Жалмауыз кемпір тура қуады. Бала қашып келеді, әрі-бері қуып жете алмайтын болған соң кемпір бір тісін жұлып алып, атып жіберген тайдың бір аяғын жұлып түсіреді. Тай үш аяғымен қашып жеткізбейді. Кемпір тағы бір тісін жұлып алып лақтырғанда тайдың тағы бір аяғы жұлынып түседі. Тай екі аяғымен шауып бара жатып, жолындағы бір бәйтерекке кез болады. Тай әлсірейін дейді. Терек жанына бара бергенде бала тайына секіріп түсіп, бәйтеректің басына шығып кетеді. Жалмауыз кемпір бәйтеректің түбін кешке дейін қазады. Бір кезде бір қызыл түлкі келеді кемпірге. Шеше, шаршаған екенсің, мен қаза тұрайын, сен ұйықтап демал дейді. Кемпір жатады, түлкі тісті суға татты, қазған шұңқырды қайта бітеп өзі кетіп қалады. Кемпір тұра келсе, тісі де жоқ, түлкі де жоқ. Кемпір тағы бір тісін суырып алып, кетпен қылып бәйтеректі қаза береді. Бір уақытта тағы бір түлкі келіп, шеше, кетпеніңді маған бере тұр, сен шаршаған шығарсың, мен қазайын дейді. Сонда жалмауыз кемпір, сен кетпенімді алып қашып кетесің дейді. Сонда түлкі, ол қырдың қызыл түлкісі, мен сайдың ақ түлкісімін. Баяғыда бұл баланың әкесі аң аулап жүргенде мені қуып соға жаздаған болатын. Сондықтан бұл балада менің алатын кегім бар дейді. Жалмауыз кемпір түлкінің сөзіне сеніп, тағы да кетпенді түлкіге беріп, өз ұйқыға кіріседі. Түлкі тағы да кетпенін суға лақтырып жібереді, шұңқырды бітеп, өз қашып кетеді. Кемпір тұрса тағы да кетпенінде жоқ, түлкіде жоқ. Алда, ойбай-ау, алдаған екен ғой деп, тағы да бір тісін суырып кетпен қылып, бәйтеректің түбін қаза береді. Сонда кемпір аузын ашса, бірақ тісі қалыпты. Кемпір бәйтеректің түбін қаза-қаза құлатуға жақындайды. Бір заманда баланың төбесінен бір топ қарға өтеді. Бала қарғаларға, ау, қарғалар, қанаты мен жорғалар, жайлаудағы бес төбетіме хабар айта кет, мені жалмауыз кемпірден арашалап алсын дейді. Сонда қарғалар қарқ-қарқ етіп ұшып кетеді. Бір мезгілде үйректер төбені ұшып өтеді. Бала оларға да айтады. Олар үндемей ұшып кете береді. Бір мезгілде бір қарлығаш бәйтеректің төбесінен әрлі-бері ұшып жүреді. Баланың төбесіне келіп қонды. Бала қарлығашқа жылап тұрып бұған да тапсырды. Бұрын бала қыстауындағы ұя салған қарлығаштардың балапандарына тимей, бұларды жақсылап өсіріп, ұшырып жібереді екен. Сондықтан бала қарлығашпен дос екен. Мен қарлығаш баланың төбеттеріне тапсырғанын айтып барады. Осындай пәлен жердегі бәйтеректің басында бала тұр. Бәйтеректің түбін жалмауыз кемпір қасып жақындатқан енді құлатуға таяу тұр дейді қарлығаш баланың төбеттеріне. Мұны естіген соң төбеттер шапқаннан шауып отырып бәйтерекке келеді. Сол кезде бәйтерек те жерге құлайды. Баланың төбеттері жалмауыз кемпірдің қолын қол, бұтын бұт қылып, жүнін шығарып талай бастайды. Бала төбеттеріне кезек-кезек мініп елін аман сау жетеді. Бала жалмауыздан аман сау құтылып келгеніне әке-шешесі қатты қуанып, ел жұртын жинап үлкен той қылады. Бұдан былай неше күндер өткен соң, баяғы жалмауыз кемпірдің қызы құлаған бәйтеректің жанына келеді. Келсе шешесінің жүн шығып өліп қалғанын көреді. Кім өлтірген білу үшін сол жерде қарап жүрсе, иттердің ізі көрінеді. Мұнан соң қыз иттердің ізіне түсіп келе жатса, көп жылқыға кез болады. Енді ауыл жақын екенін біліп, ол жүріп келе жатады. Иттердің ізі тура байдың қотанын алып келеді. Иттердің ізі ары қарай үйдің алдына келеді. Бұл кезде қотанға баяғы жалмауыз кемпірдің қызын келгенін біліп, бес төбет жалма-жан тұра ұмтылғанда, қыз кемпірде емес, өте күшті екен, бес төбетке бой бермейді. Сол арада бала садақпен атып, қыздың көзін шығарады. Садақпен екінші атқанда қызды өлтіреді. Сөйтіп жалмауыздан олар мәңгі құтылады. Бұл алтын сақа ертегісі мектеп бағдарламасында да бар. Өте қызық ертегі. Сөз байлығын айтсаңыздар. Жалпы қазақ тілі өте бай тіл. Салыстыру жағынан да, айту жағынан да. Мен ойлаймын,
Осы ертегі үлкендерге де, балаларға да ұнады. Пікірлеріңіз жазыңыздар, лүпіл басыңыздар, егер ұнаса. Енді мен сіздерге басыңыздар деп айта алмаймын. Мен ақырын ғана сіздерден сұрап отқан сияқты. Басыңыздар. Алтын сақа ертегісі бәріңізге ұнайтын болар деп ойлаймын. Сау болыңыздар.